Ayşan Zissimova, жоғалту. Кейіпкерлер, әйел, бәрін ережелер сайын жасайтын адам. Еркек, не қалайтынын білмейтін адам. Қыз, әйелдің жас кезі. Бірінші көрініс. Үй, қараңғылау бөлме, артық жиһазы жоқ ас үй, орындықта телефон шұқылап, еркек отыр. Әйел кіреді. Мен келдім. Жас. Сен де үйде екенсің ғой. Үйден шықпадым. Барған жерге кезек қалды, шаруаларым бітпей қалды. Жақсы. Сыртқа шығуға зауқым жоқ. Әлгі жігіт тағы да құжаттарды түгел емес дейді. Телефонымның қуаты тез өшетін болды. Өткен жол барғанда да сол әңгімені айтып еді. Жаңа телефон алу керек сияқты. Енді құжаттардың шаруасын ұзаққа созып жүрмесін шығар еді. Мүмкін еңбек демалысының ақшасын күте тұрамын. Соған жақсы бір телефон алып алмасам, болмай тұрса. Сосын ана жігіт айтады, сақтандыруға тағы төлеуім керек екен. Алдындағы ақша тек құжаттарды рәсімдеуге кеткен сияқты. Бітпейтін ақша әйтеуір. Міне, тағы шықтым. Әбден жүргенді жұқапты. Сен неменеге ашуланып отырсың? Сенің түрің неменеге шаршаңды? Шай ішеміз ба? Ше. Екінші көрініс. Екеуі үйдің ішінде әрі бері жүр. Ұмытып кеткенің қалай? Есімде жоқ. Мен саған айтып едім ғой. Қашан? Мен саған оны айтқам. Қай кезде? Жүр, құнаққа барып жүр. Бару керек болса барайын. Ол жерге қалай киініп бару керек? Бәрібір шығар. Онда қара көйлегімді киемін. Қызыл көйлегін білейінші. Оны киюге ұяламын. Бұрын кидің ғой. Ол бұрын ғой. Ал қазір не болды? Қазір оны кие алмаймын. Жарайды өзің. Мен хабарласуды ұмытып кетіппін. Кімге? Нүкен апайдың халін біліп хабарласуым керек. Сен оны айтпаушы ма? Бір хабарласуым керек. Өзің білші. Мен оған айтып көремін ба? Қызыл көйлегіңді ки десем, ренжіп қалармын. Жақсы жарасады. Кеттік пе? Мен шаруаларымды реттедім. Жақсы бол. Енді кеттік пе? Жүр шығайық, әйтпесе олар тағы бетіне айтады. Үшінші көрініс. Қараңғы бөлме. Айнаның алдында әлсіз шам жанып тұр. Әйел айнаға қарап отыр. Оған айнада қыз қарап тұр. Бәрі ойдағыдай болып жатыр, иә? Маған риза шығарсың? Осылай болу керек шығар. Енді бәрін маған үйреткенше жасап жүрмін. Осылай болу керек. Өзің білесің. Сенен сұрайық шығар. Марай жағаларда тұратын әлгі антақты әйелі бар ғой. Нечем, қалай білемін? Қалай? Ой, әлгі күлер немесе мұнайып тұрған белгісіз. Сен Монолизаны айтып тұрсың. Иә, сол Монолиза. Сен қалай ойлайсың? Менің ойым сен үшін маңызды ма? Бұрын маңызды болған, қазір ше? Мен айтайыншы, меніңше ол күледі. Амалсызда мүмкін шынайы, мүмкін өзін-өзі қинап, бірақ күліп тұрған сияқты. Өзімді білмейміз. Мен білетін сияқтымын. Мұны білесің ғой. Ол маған ұнайды. Дайындала бастайды. Шашын тарап, еліне талап жатыр. Қалай ойлайсың? Тым қатты болып кетпеді ме? Мен осындай жасымды Сәл артық болып кеткен сияқты. Енді әдемі болды. менен несін сұрайсың? Енді күнімді қарамын. Сен екеде түсінбеймін. Мен де түсінбеймін. Бақыттысың ба? Бақытты шығармын. Солай болу керек. Ал түсінсің бе?
Түсінетін шығармын. Әлгі нәрсе сығармын. Көмектесіп жатқан жоқ. Ар жақтан есіктің дауысы естіледі. Әйел тез жинала бастайды. Мен кеттім. Әйтпесе күні бойы айнаның алдында отырады деп ойлап қалар. Айнаға қарайды. Жарықты үрлеп өшіреді. Қыз жоғалап, еркек келеді. Ана, сен осындасың ба? Тамақ іштің бе? Тамақтан басқа не бар? Шай бар. Шашым қалай бар? Ұнай ма? Әдемі. Менің саған бірдеңе айтуым керек. Мен сен тамақ ішесің. Ше, Саған не ұнайды? неге сұрадың? Артық сұрақ қойдым, кешір. Бұрын бұлай сұрамағансың. Ал мен саған айтқанмын. Қашан? Мен саған бұрын айттым. Не қалайтынымды? Қай кезде? Шайын сөйтіп қалып іш. Иә, шай ішіп. Айтпақшы, жаңа телефон алдым. Бұрынғы телефонында жақсы еді ғой. Нашар. Өзің білсің ғой әрине. Саған да жаңа телефон алып берейін бе? Менікі жақсы жұмыс істеп тұр. Онда өзіңді. Құжаттарың дайын ба? Дайын болды. Қай жаққа барғанымда? Неге сұрадың? Артық сұрақ қойдым. Кешір. Бұрын олай сұрамағансың. Қай жаққа барғың келсе де өзіңді. Саған бәрібір ма? Түсінбедім не? Артық сұрақ қойдым. Кешір, ас болсын. Ас болсын. Төртінші бөлініс. Әйел айнаның алдында. Бұл жолы тек өзін көреді. Қойын дәптерін алып сыза бастайды. Аман істедім, мынауға кетті, тамақ істеді. Біраз шаралар бітіріп. Ойбай, ана кісіге хабарласуды ұмытып кетіппін. Телефон алып нөмір келе бастайды. Алло. Иә, қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Сол қалыңызды білейін деп едім. Басқа жаңалық жоқ, тек бір хабарласып қояйын дегенім ғой. Мені жоқ болып кетті деп ойламаңыз, қолым босамын кесер болады. Не шаруа дейсіз бе? Үйдің тірлігі бітпейді ғой. Ау? Иә, дұрыс айтасыз. Ол анау айтқандай қатты жұмыс емес, уақыт табу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Сізге хабарласпағанда кімге хабарласамын? Аха, жақсы. Иә, дұрыс айттыңыз. Аха, сау болыңыз. Бүгін ұмытқанымда ату жағасына айнып кетер едім. Так, бұл да кетті. Енді мынаны жасасам. Айнаға қарап ойланып тұрады. Бүгін неге көрінбейсің? Ойланып қарасам, бәрі ойдағыдай болып жатыр. Бірақ бір нәрсе бір семес сияқты. Не екенін қайынша ойласам да таба алмадым. Мана Лизаға сақтығым, иә? Иә, ойлансам да таба алмадым. Иә, сол сияқтымын. Сондықтан ол маған ұнайды. Оның не ойлап тұрғанын ешкім білмейді. Бақытты немесе бақытсыз екенін де. Мен де сондаймын. Бірақ Лиза апам өзі білген шығар. Екеуміздің сәл ғана айырмашылығымыз болса. Мен өзім де білмеймін. Әлгі құжаттарды жинап жүргенде де маған бақытты екенсің деген шетелге шығу. Бақыт па өзі? Айнадан қыздың бейнесі көрінеді. Мен үшін бақыт. Маған қатты қызық емес. Бұрын басқаша дейтін едім ғой. Ол бұрын ғой. Сен несін көрсің? Көрмей тұрсың ба? Сәнденіп жатырмын. Еш өзгерген жоқсың. Сен ғана солай ойлайсың. Меніңше әдемі болып тұрған. Тым қатты сәндейсің, олар бірдеңе дейді.
Сен дұрыс істеп жатқан жоқсың. Бәрін дұрыс істеп жатырмын. Менің қынауларым басқа болған. Бәрін бүлдіріп жатырсың. Маған үйреткендері бойынша істеп жатырмын. Ал біздің қалауларымыз ше? Маңызды емес. Не маңызды соның? Олар үйреткендей өмір сүрген. Өзің білесің. Тоқташы. Маған ренжіп қалдың ба? Ренжімейші. Енді қарашы. Қарашы не маған? Мұны сен де білесің ғой. Ұмытып қалдың ба? Есімде. Бәсе, міне, мына жерде жазылған. Күйеуіңнің көңілін табуға міндеттісің. Не болса да артық үніңді шығарма. Сосын тағы мына жерде былай жазылған. Үлкендерді сыйла, атына сай бол, қатты күлме, ашық киінбе, тым қатты боянба. Сосын шынымен бәрін оқи берейін бе? Ой, басталды. Артық қылып көрсетпеші. Олай жасама, олай жасама. Мен не істейін? Біз ше, біз. Әр адам жеке тұлға деген қайда қалды? Туған екені рас бұл. Мұнда бәріміз неге бір жолмен қатып қалған ережемен жүру керекпіз, ә? Қойшы енді. Әлгі кісіге несіне хабарласа бересің. Осыған мүлде ұнамайды емес пе? Хабарласу керек. Міндетті емес. Міндеттімін. Сен оны түсінбейсің. Алаңдайтында ештеңе жоқ, бәрі дұрыс. Ың-шыңсыз бақытты өмірді қаладым. Сол үшін күресіп жүрмін. Анам үйреткендей келіспей қалған тұстарында да үндемей қоя саламын. Сол кезде ұрыс керіс шықпайды. Дұрыс па? Дұрыс. Әйел суын дайындап, үйін таза ұстап, қазаны қайнаулы, кірі жуылы болса бәрі жақсы болады. Ол да дұрыс па? Дұрыс. Апам айтқандай, үлкен кісілердің алдын кеспедім. Олар не айтса да дұрыс деп мақұлдадым. Егер мен оларға әулеттің бас қосуларында кейбір сәттерде де артық кететін жерін айтсам, туыстықтың жүргізіледі. Есесіне ағайынмен ара-қатынасым жақсы. Сыйлы өмір сүріп жүрмін. Баяғы ойларымыз алдаған екен. Шындық ешкімге жұқпайды. Сондықтан бәрін қалауы бойынша өмір сүруді жалғастыра береміз. Сен шаршаған жоқсың ба? Неге шаршаған керек? Осы бәрі дұрыс деп ойласаң қателесесің. Сен де солай жасадың ба? Иә, бірақ қазір бәрі басқаша. Саған қарап, шағым ашып, екеуміз де кінәліміз. Өзіме байқалмаған, әлі енді бәрін сырттан бақылап отырғанда аянышты көрінеді екен. Сен ренжіп қалдың ба? Соба, несіне ренжимін? Мен бақыттымын. Сен үшін қуаныштымын. Бірден есіме түспепті. Сен бөлім өлең шығаратын болмай. Қош, қайдан еске түсін. Мен сені саған қоштаймын. Бір өлеңім шығар. Есімде жүр. Қане, оқышы. Мен бақытты сезім беретін өміршікші. Бұл жайында шырқалар басқаша ән, бақытының ашылғанда есігі, барлығында адамды кешіміз. Тамаша. Қызым, неге осылай шығардым деп? Ол кезде бақыт туралы түсінігім басқаша болған екен ғой, ә? Маған айтын. Сонда бақытты білмеймін. Бақыт? Ол денің сау, отбасың қасында, балаларың аман есен. Сол бақыт деген. Келсін. Бірақ бақыт дегеннің түсінігі одан да тереңде жатқан сияқты. Сен бүгін философ болып отырсың?
қашанғы бұлай өмір сүресің? Қызық сұрақ қоймашы. Сен неге емессің? Барлық шығармам бітті. Риза болып отырмын. Кейде таң қаламыз саған. Жаным-ау, оның таңғалатын несі бар? Бірінші рет көріп тұрғандай не болған саған? Оның қандай қатты тиіп кеткен сияқты. Ондай анда-санда болып тұрады. Сәл ойланып алу процесі дейді бұны. Маған тұқымдап тұрған жұмыс. Енді қайттым. Өзіммен де күнә бар. Мына кезім айтып нем бар. Соған ғой жабырқап қалғаным солай ма? Сен кіммен бара жатырмын? Баяғы солай. Ал кейін Оған не болды? Еркек келеді, қыз жоғалады. Сені үйде де ойламадым. Бүгін гece боламын деп айттым ғой. Есімде жоқ. Жұмысың қалай болды? Есімде. Бәрі тексеріп, ескеріп үйлер айтып. Жұмыстарына оң әсері бола ма? Сен неге бүгін бір түрлісің? Солай. Сұрап жатқаныңды айтам. Артық сұрағым ба? Кешірім сұрағым. Жоқ. Бірақ бұлай сұрамағансың. Бүгін көңіл күйім ерекше. Сөйлесейікші. Не туралы? Армандарымыз, қиялдарымыз туралы. Әйел үйде отырса осы. Қандай арман? Әлде шетелге барғым келмеймін. Жоқ. Бәрібір негізі. Жоқ, саған не жақпай қалды? Бәрі дұрыс. Айтшы, сен бақыттысың ба? Бұл шын түрлі отырсың. Жоқ, айтшы, бұл туралы сөйлесіп көрмекпіз. Бақыттымай ғой. Неге ондай сұрақтар қойып, мен Маған ризасың ба? шығыстап қояды. Бір өлең оқайыншы. Жаңа есіме түсті. Алданып кетті. Айтады өлең тамақтар ма? Бар, Тамақ ішейікші. ішек. Екеуі үнсіз бір сахнада отырады. Еркек телефонын, әйел блокнотын қарап отыр. Арасында бір-біріне қарап жымияды. Еркек бір сәтте ойланып қалады. Әлде мен оған айтсам дейді. Оның ойында не бар екенін қайдан білемін. Бірақ бәрі білеміз. Тамақ дайын, жағдайым бар. Бәрі секілді отбасым бар. Жұрт қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Басқа не керек? Артық сұрақ қойып, оның мазасымаған сияқтымын. Бәрі дұрыс емес пе? Жағдайым бар. Жұрт секілді өмір сүріп жатырмын. Басқа не керек? Бізде бәрі дұрыс па? Әрине, Ас болсын. ас болсын. Бесінші көрініс. Сахнада қыз бен еркек билеп жүреді. Бірін-бірі құшақтап, махаббатқа мас болып жүр. Екеуін сырттан әйел бақылап тұрады. Неге таңғаламайсың? Қандай тұрсың ба? Бірақ, Дұрыстап қана. Біз осылай болып еді ғой. Енді бәрі басқаша. Неге? Неге? Өзім осылай болған қаладым ба? Олай болған қалаған жоқпын. Но менің өмірім. Сен бәрін біле тұра. Қалайша саптында жасадың? есіңді жи. Сатқанды жасаған сен. Бізге сатқанды жасаған бізге. Осылай болған өзің қаладың. Сенің мінсіз өмірі
бәрін мінсіз жасаймын деп маған мақтанғансың. Енді қалған өмірің болмай қалды ма? Қалған өмірің болмай қалды ма? Олар айтуға қалай дейтін барады? Мен бәрі екеуміздің болашағымыз үшін істедім. Олар маған қалай өмір сүру керегін үйретті. Мен оны жасадым. Енді менен не қалайсың? Менің қалауларымды баяғыда өшіріп тастағансың. Бірақ мені де өзің секілді болады деп ойламадым. Мен өзіңе адал болып қалдым. Өзгерген сен. Не істеуім керек еді? Басқа таңдау болды ма? Бізге қарашы. Бақыттымыз. Өлкел екеуі қайтадан басып келеді. Біз де бақыттымыз. Сен шын айтып тұрсың ба? Өтірік. Енді түсінді. Түсінбедім. Нені дұрыс жасамай жүргенімді әлі түсінбедім. Ақымақсың сен. Енді не істеуім керек? Бір сәт менің айтқанымды тыңдашы. Айтып көр. Енді тыңдат. Иә, тыңдап тұрмын ғой. Ай, ақымағым-ай. Айтсаңшы енді. Сен ең маңызды нәрсені ұмыттың. Өзіңді. Мына бізді ұмыттың. Ана құрып кеткен блокнотыңды жап та, бір сәт өзіңді тыңдашы. Сыртта, қарағанда аянышты көрінесің деп айттың ба? Себебі маған бәрі анық көрініп тұр. Болашағымызда анық көрінеді. Біз бақытты емеспіз. Мына оқиғалардың сенің күйеуің де, ана кісілерге де түк қатысы жоқ. Мәселе мына бізде. Сен айтқандарын түсінсем бермасын. Біз қателестік дейміз. Басқалардың көңілінен шығамыз деп өзімізді ұмыттық. Қалай түсінбейсің? Сонда мен өмірім қателік дегім келіп тұр ма? Қанша жылдан бері қалай тырысып жүргенімді біле тұра, маған осылай айтуға қалай дәтім барады? Сен күнәлі емессің. Мен де күнәлі емеспін. Бірақ түсініп, бәрін жөндеуге кеш емес. Мүмкін басқаша өмір сүріп көреміз, а? Ол айтқаным бәрі ақымақтық. Сен ережені бұза алмайсың. Бірақ сен бұза аласың. Қайдағы жоқты айтпа. Маған солай бе. Енді неге ойламасын? Бері қарашы. Неге қарсы алдымнан шыға бересің, а? Тыныш өмірімді құртқың келе ме? Мен сен. Менен ешқандай күннен ешқашан құтыла алмайсың. Біз мәңгі біргеміз. Қателесесің. Мен сен емеспін. Енді маған керегің жоқ. Сенсіз де бақытты өмір сүремін. Сен бақытты емессің. Сандырақтама. Кете бер. Енді келгенімізді қаламаймын. Солай ма? Мен ұмытып келдім. Иә. Сені баяғыда ұмыту керек еді. Солай ма? 6-шы көрініс. Әйел ас үйде дастархан жайып жүр. Бір сәтте оянып тоқтап қалады. Мен бақыттымын. Қазіргі өмірімнің күпірлі келтіретіндей не болды? Бәрі жақсы. Жұртқа табылып өмір сүріп жатырмыз. Солай емес пе? Еркек кіреді. Келдің бе? Тамақ дайын тұр. Қойыптым. Шайды ішпейсің ба? Ешкім. Жақсы, өзің біл. Мен ойландым. Сенің өткенде қойған сұрақтарың туралы ойландым. Саған десам. Әсе. Рахмет. Барлық жағдайын жасап отырсың. Үйге келгенде төсегім салулы. Тамағым дайын.
Саған не болған? Не болды? Бұлай сөйлемеуші едім ғой. Тағы бір нәрсені ойландым. Я Қызыл көйлегін неге кимейсің? шекеніңді қалайсың ба? Сен өзгергенсің. Қалай? Біз бұрынғыдай емеспіз. Бұрын қандай еді? Сен басқаша болмасың. Сен ше? Бәлкім мен де. Бұрын бұлай болған жоқ еді. Менің ойымша бәрі жақсы. Сенің бар қалауыңды, әйелдік міндеттеріңді орындап жүрмін. Иә, бірақ дұрыс айтасың. Мен де еркектік міндеттерімді орындап жүрмін ғой. Я Онда демек, бізде бәрі жақсы. бәрі жақсы. Әлде бақытты емессің бе? Маған қызыл көйлек киетін әйелді, бүгін қызыл көйлек киген бір әйелді көрдім. Кетеді. Әйел селсоқ күйде тұрып қалады. Айнадан қыз пайда болады. Оған үнсіз қарап тұрады. Тағы келдің бе? Бақсың. Жылай шығар. Сөйлесіңдер. Білмеймін. Не білесің? Мен саған келме дегенмін. Айнаның жұлдырықпен бір ұрады. Айна сынады. Қыздың бейнесі кетпейді. Сені танымайтын. Біз таныс емеспіз. Менің ренжіп тұрсың. Сен кімсің? Соңы. Это толкла вся. И проще қатысты айта өтсем, бұл біздің серіктестеріміз Инстаграм әлеуметтік келсеңіздер, типтеп өтсеңіздер ұсташылары. Біздің серіктестерімізге деген қолдау. Бұл талқылауды бастамастан алдын бір дүние айтып өткім келеді, ол авторға қатысты. Автор Айжан Ефимова негізі Жүрген өнер академиясының драматургия мамандығын бітірген. Білесіздер, бізде бір өте үлкен мәселе бар. Қазақ театрында немесе Жүрген өнер академиясының оқыту жүйесіндегі біздің драматургияны бітірген түлектердің барлығы дерлеп, сол салаға немесе театр алаңында жүрген мүлдем жазуды тастайды. Соның бірі өкінішке қарай Айжан апайда да Айжан Ефимова қатындағы кезінде Қызылорда театрында жұмыс істеген, одан кейін теориялық бағытқа теориялық бағытқа көбірек кеткендіктен оқуда үлкен керегі бар. Сол секілді біз қаншама драматургтерді оны мамандарды танимыз, бірақ олар театрға арнап бағыттар жазып жатқан жоқ. Қазір студенттерде жүр, бұл бір жағынан ескерту болсын, білеміз барлық кейде ойлаймыз еді, драматургтер мүмкін қызығушылықсыз келді, мүмкін жеткілікті деңгейде потенциалы жоқ. Бірақ драма студенттерге өзім жеткені, драматургияны оқыған мамандар бәрібір де олар 4 жыл бойы оқыды ғой. Олар более точно, более бәрібір де актуалды проблемаларды біледі. Олардың бір өзіндік әлемі бар. Сондықтан бұл саланы бітірген мамандардың жазуының үлкен бір плюсы бар.
тоқтатпаңыздар осы мамандық иелері дегіміз келеді сіздерге. 4 жыл оқыдыңыздар, білімдеріңіз басқалармен салыстырғанда практикадағы адамдардың әлдеқайда көбірек. Сондықтан талқылауды ашық деп жариялаймыз. конфликті андай острее дейді ғой. Мысалы острее болса көрінме ретінде маған қызығырақ болатын еді. Ол ұрыстары бурный болса, ол кейін ол қалтырап ұрысып келіп отырып, баласы жағымен сөйлескен көрермен ретінде әлдеқайда қызығырақ, режиссер ретінде қойған әлдеқайда тиімдірек болады деп. Сондай пожелание ғана сізді құттықтаймын, керемет шығарма. Бұл жерде біз енді жаңа айтқандай бұл шығарманы драма спринт жобасы болған желтоқсанда сол кезде жазылған бастапқысы сосын арнайы драма күзет үшін толықтырылған шығарма болатын. Енді бұл жерде сіздің пікіріңізге бұл өзі қанша иә, 20 бетке жетпейді, сондай шағын көлемдегі сондай шығарма. Негізгі егер де толығырақ тағы да басқа да моменттерді біріктіріп жасайтын болса, сіздің айтқаныңызды қосуға болады. Бірақ бұл жердегі акцент именно ондай ашық конфликт жоқ та әйел мен күйеуінің арасында. Айтқым келгенде сол барлығы вроде жақсы өмір сүріп жатыр. Бәрі жақсы, ол мына жерде кішкене актерлар дауыстар естілмеді, шумнан, елдерден кейбір мына жерде күшті естілетін сияқты, бірақ арғы жақта негізгі акцент олардың өмірінде вроде бы бәрі жақсы, бірақ проблема бар. Проблема екеуінде де бар, бірақ екеуі де нақты проблеманы білмейді. Егер дәл сондай конфликті беттеріне былай көрсететін болса, онда ол кәдімгі күнделікті отбасылық драма болатын еді. Бұл жерде адамның ішкі жан айқайы, ішкі күйі белгілі бір бетпен жүріп өз-өзімізді жоғалту. Ол еркекте де бар. Бұл жерде әйел ғана емес, еркектің де өзінің басында әдейі айтып кеткен, не қалайтынын білмейтін адам деп. Оның да өзінің вроде бір проблемасы бар, бірақ іште жұбатады да, менде бәрі жақсы ғой, жұрт қатарлы өмір сүріп жатырмын. Екеуінде де былай ашық конфликт жоқ та, бір-біріне тиісе алмайды, бірақ ішінде бір күдік, недовольствие дейді ол. Бәрімізде бар. Иә, сондай бар да, бірақ ол видите, адамдар ішінде сақтап жүреді, ол ашық конфликтке түскен кезде ол онсыз да түсінікті, олар айқайласады, немесе ары қарай бақытсыздық екенін әдемі ашық картина болады. Бұл жерде сондай әдебиет жасалған. Ашық конфликт просто шаблон болып кетеді. Иә. Жабық конфликт кішкене шынайы өмірдегі персонажды зацепить еткен неде сол болды, бірін-бірі естімейтін отбасы. Бірін-бірі естімейтін отбасы жарайды, қазірде көп айтылып жүр, бірақ өзін-өзі естімейтін адамдар. Ол екеуі бірге қосылған кезінде бір ерекшелік болды. Ол жарайды структура бір белгілі бір емес шығар. Соған қарамастан екі жақты. Өйткені барлығының бір-бірімен байланысы бар екен. Мысалы, сенің ішіндегі туыстарда ол сыртқа әсер етіп жатқан. Сен өзіңді таба алмайтын ол жайлы мынандай сияқты просто жалпы қыз бен әйелдің ұстаным деп айтсам, сөз орысша нақтырақ, екеуінің де өзінің позициясы бар да бұл жерде. И екеуінің де дұрыс өздігінен, әркімдік өзінің. Вот. Сол үшін де бір-біріне батылмайды, потому что екеуінің де позициясы дұрыс. Деп сезіндім, деп түсінемін деген зат просто Еще мен қоссам ол вообще актуальный шығып кетсем, жалпы қазіргі уақытта реалистта бұл актуальный себебі өз-өзін жоғалту дейді ғой. Ал бізде қазір күнделікті вообще біздің қоршаған социум ол как-то соған алып келеді да. Өйткені бізде қазір бәрімізде возможность бар. Әлеуметтік желілер біз постоянно бір-бірі басқарымдарын аламыз да, сол постоянный бақылау, не істеу проблеманы осындай бір какой-то высотаға алып келеді. Айтады ғой, ең қорқыныш это адамның өз-өзімен кездесу, өз-өзін білу. Сол жағынан ол пьеса несі өте актуальны деген именно қазіргі уақытта. Өте сізге көп рахмет. Өте тақырып.
адамдардың негізінде тек бұл жай ғана отбасы ретінде алдық, иә. Былай қарап тұрсаң, бұл ата мен баланың арасындағы әңгіме болуы да мүмкін. Әке-шеше мен баланың арасындағы. Жалпы достардың арасындағы әңгіме болуы мүмкін. Ең бастысы бұл тақырыптағы өзектілігі, ол адамның мен туралы не ойлап қалады. Ана кісі не айтады? Маған біздің бұрынғы әліден келіп жатқан шлейфі бар, ойбай ұят болады. Ұят болады сөйлеме, ұят болады андай киім киме, ұят болады қарсы сөйлеме. Қыз балаға тіпті қатысты бұл жерде қыз бала болғасын бізге көп үйден тыйым бар ғой негізінде. Қыз баласың ғой үндемей қалып, қыз баласың ғой даусыңды көтермей сөйле, қыз баласың ғой өз ойыңды айтпа, қыз баласың ғой бүйтпе, сөйтпе деген нәрселердің барлығы негізінде, ал сен адам ретінде қайда қалдың? Сен жарайды, үйдегі бір өзінің орындарың бар, иерархиялық, отбасын сақтау үшін, отбасының құндылықтары бар. Бірақ мындай қыз баласың ғой үндемей, бүйтпе, сөйтпе, барлығына жағу керексің. Сен әдемі болып тұру керексің. Және де осы әдемілігіңмен бар тамақты да жасау керексің, барлығына жағу керексің, баланы да қарау керексің, жұмысты жасау керексің, отбасына да қарау керексің, көңіл бөлу керексің. Ана туысқанына таңдау керексің, ана туысқанын таңдау керексің. Оның негізі туыстар да бар, біздің салт дәстүрлеріміздің кейбір қыздарымыз. Бірақ тым қатты кетіп қалатын дүниелерді осы грайнды сақтап қалу қиын да. Адам осы грайнды сақтай алмай өзін ұмытып кетуі мүмкін. Егер ана ойбай барлығына жасайын деп, әйел күні негізі көбінесе қыздарға қатысты тақырып қой. Әйел адам негізінде біздің осы ата әжелерімізге қарайсың, өзімнің әжем 12 баласы бар. Бұрын біздің ата әжелеріміз сондай ғой негізінде. Ана үйді жасайды, ана үйді сылайды, анаған көмектеседі, мынаған көмектеседі. Сонымен осы үйдің күнімен көріп, отымен көріп, кіріп, күнімен шығады. Сонында өзінің күтеді. Денсаулығы жоқ, мысалға, барлығына жағамын деп. Сол сияқты. Сырғағына қатысты деген жерден. Жоқ, әрине қоса аласың. Мен айтып тұрғаным өзектілік деп тұрғаным. Команда бір жер осыда қатысты Менің ойым жалпы біз қыз болсын, ұл болсын өз-өзімізбен шынайы емеспіз. Біреуді қоятып, өз-өзіңе өтірік айтасың. Әрқашан, әр күнде, әр таңда, әр кешке болсын. Содан, мысалы, бұл жақта да екеуі бір-біріне шындықты да қазір айтады. Өз-өзіне жаңағы қыздың өзі сұрақ қояды, бақыттысың ба, бақытты шығармын. Бақытты адам, бақыттысың ба деген сұраққа уверенно, я деп жауап береді. Тек бақыттысыз адам білмеймін, бақытты шығармын, мүмкін. Менің түсінгенім шынайы бір-біріне бата алмайды. Себеп айтады ғой, бәрі дұрыс тұрмыз. Дұрыс сияқты. Жарайды онда. Жарайды. Қабылдай береді күнделікті. Бірақ әр өтірік, ол тек отношениядағы емес, любой өтірік болсын. Достың арасында болсын, даже осы өтірік өседі. Байқамай қаласың. Ол өтірік өседі, сосын ол глобальный проблемаға алып соғады. Және ең соңында мысалы қалай әдемі аяқтайды. Бірақ дейді да. Жарайды, бізде бәрі дұрыс десе. Айтайын дейді да, қайтадан ол шындығын. Білмеймін, не шындық, маған сол қызық болып қалып персонаж не шындық айтқысы келді. Бір шындықты айтайын деді да, міне ер адам. Жарайды, бізде бәрі дұрыс па деп қабылдаса. Бірақ соңында айттым ма түсінбедім, қызыл көйлек деген. Негізі айтты ғой. Бірақ ол қай қызыл көйлек деген қызды айтқан түсінбедім. Көңілі басқа жақта түскен сияқты, осы сөзбен мен түсінгенім, жалғастыра алып кетейінші. Осы сөздің негізі мағынасы, оның көңілі ауып кетті басқа әйел адамға. Болды. Бірақ осы әйел, осы позициядағы әйел жұтты, прогласила. Жарайды да, көрмегенде, естімегенде болған сияқты. Сахнаға сұранып тұрғанның бір нәтижесі секілді, өйткені кәдімгідей қатты актерлердің өз арасында.
ұзаққа созбай себебі бізде уже 3:30-да талқылау болады, ама енді ағай сөйлегісі келіп жатыр, және де Ақмарал ханым, сонымен қорытындысы ағай. Біріншіден Айжан ханымды құттықтағым келіп отыр, жаңа қонақтанып жатыр. Драматург ретінде аса көп уәдесін бересің, енді бірақ соңғы кезде шығып жатыр. Өте өзекті тақырып, режиссер бар отыр. Ойлаймын, бұл театрдың осындай кіші шағын залында, әлде театрдың ішкі сахнаның ішінде дегендей қойылатын жалпы жастарға қажет ететін тақырыпты көтеріп отыр. Мынау қазақтың несінде менталитеті дейміз ғой енді, ұлттық біздің. Жаңа қалыптастырған кейіпкердің айтатынына. Анау тізімді оқып, анаған қарсы келмей, мынаған үйге сал, мынаған үйге сал, қыз бала өту керек, қыз бала өту керек, еркек ол баланың адамы, тек қана табыс табады, үйге келеді, жағдай жасау керек, соның бәрі осы жерде тамаша көрініс тапқысы. Енді бірақ айна ішкі де ойы ғой дейді, оған оппонент сияқты. Сенің өзіңнің менің бар емес па? Ол неге, сен неге өтіп нетесің, сен неге өтіп? Бірақ бәрібір де мынау тұрмысты, өмірді тұрмыс жеңіп тұрған жағдайда. Себебі күйеуі келген кездері екеуінің арасындағы әңгімеде бәрібір де сол ештеңені сыр бермей, айнада екеуі арасыласқанымен де оппонентмен. Бірақ өмірде бәрібір сол баяғы үйреншікпен шыға алмай қалды. Тағы да анау жерде қызыл көйлек туралы қатты айттыңыз, сондай керемет. Маған ана Аталыда Яғаның есінен Дездемонды сұрайтыны бар, орамал қайда дейді. Сөйтсе де орамал бар ғой, яғни жақтар деп қыздырма. Сөйтсе орамалды көрсек дейді. Дәл осы неге келеді да осы. Қарасаңыздар, осы жердегі конфликт Аталыда екеуінің арасында. Ақын өлімге алып келеді. Таба алмайды, Дездемонды жоқ. Сондықтан да ол уже Аталыдың ойын әбден жаңағыдай шегелеп тастайды. Бұл маған не жасап жүрді. Содан туындайтын әрі қарай конфликт ойындарды. Сол сияқты мына жерде қызыл көйлек. Екі жас отбасы дейміз ғой. Бірін-бірі өте жақсы көретінді сияқты. Сырт қараған адамға, біздің орысша айтқанда нормальный отбасы дейді ғой. Бәрі жақсы. Жұмысы бар, қызметі бар, үйді күтімді, тамағы асылы, бәрі жақсы тек қана, бірақ іштей түсінісу өзара бұл енді бүгін қоғамдық нәрсесі, жаңа алдыңғы пьесада айтылатындай. Адамдар арасында коммуникацияның болмауы, коммуникация жоғалып бара жатыр бізде. Біз гаджеттен өткеніміз сонда, мысалы тамаққа жиналғанның өзінде де үстел басында отырып, бір-бірімізді жүзімізге қарамаймыз, мобильный отырамыз. Жан-жаққа бытырап кетеміз, содан кейін бізді байланыстыратын тек асхана ғана, қалған уақыттың бәрінде біз әркім өз бөлмесінде, егер өз бөлмелері болса. Жоқ болса, бір бөлмеде бар болса, онда енді бір бөлмесінде сонда да жаңағы. Сондықтан да мына жердегі проблема екі жастың, отбасының бірі-бірі түсіне алмау, бірі-бірі түсінсе де түсінгісі келеді, бірақ жаңағы басында айтқан менталитетінде ашылып сырласа алмау. Психологтар айтады ғой, проблемаң бар ма? Айтып, қағаз жазып, содан кейін барып, артикуляция жасасаң, проблеманы содан кейін барып жеңілдейсің деген мәселе осы жерде жоқ. Сондықтан ойлаймын, мынау шағын неде сахнаға қойып, жастармен сыр көрсетуге байланысатындай болса, өте жақсы қойылым болады. Әлде оны режиссер жасайды әрине, режиссердің тәрбиесі болады, қосатын ойлаймын. Тым жақсы шағын пьеса, психология тұрғыда. Бірақ ой салатын, жаңағы көрерменге біз әрқайсымыз отырмыз ғой, өзім, мен қаншалықты өзімнің жұбайыммен. Қаншалықты мен осындай ашықпын, ашық сөйлесе аламын. Қызыл көйлектермен, неге қызыл көйлектермен киіп шықпаймын. Ұнай ма? Киіп шық. Сонда енді осындай жерге келгенде біз қатып қалып жатырмыз да, жаңағы өзім маған жараспайды, мен қызыл көйлекті жақсы көрмедім деген сияқты. Мен де айтып осыны айтып ренжімейікші сөзіңіз бөлгеніме. Қызыл көйлекті сұрады ғой бұл, қызыл көйлегіңді киіші деп сұрайды ғой. Қыз тыңдамайды, жоқ маған ол, ұнамайды, мен кие алмайын деп. Аяқ асты тырысып қалады, неге екенін кие алмайын. Жігіт жарайды деді, басқа жақтан қызыл көйлек тауып алдық та. Тыңдамады, мысалға. Ол да бар. Сондықтан да мынау жастарға тағылымды. Дұрыс айтасың, енді айтып отыр. Еркектің психологиясы мүлдем бөлек, әйел адамның психологиясы, қыздың психологиясы мүлдем бөлек, екеулерінің кейде бәрін жасап тұрып, мына қарайды. Отбасыда үй таза, тамағы пісірілген,
келіп күтіп алып жатыр, киімін шешіп қойып жатыр, аяқ киімін тазалап. Мынау бірақ болмайды. Бірдеңе жетпей тұр ғой. Демек осы жерде жаңағыда ашылысып сөйлесіп, жетпегесін кетеді. Алып келсе, жақсы. Рахмет алайық пікіріңізге. Өте жақсы талқылау болды. Негізі біздің драма кезектің телеграм-каналы бар. Ол жерде автор жайлы қалсаңыздар мақтау, немесе даттау, барлық толыққанды талдау да жасай аласыздар. Ренжімесеңіздер, осы уақытта аяқтасақ себеп 3 жарымда келесіп. Барлықтарыңызға рахмет. Есепке сөйлетіп аласыздар.